Жәннаттың 8 қақпасы. Бірінші қақпа Бәбу Салах, намаз есігі. Бұл есіктен 5 уақыт намазына беріп болғандар, үнемі намазын уайымдап жүретіндер, намаз арқылы жаны жай тауып, рухы демалғандар кіреді. Намазымен өмір сынақтарына төтеп бергендер мен қиындық кедергілердің бәрін жеңгендер де осы есіктен енеді. 2. Бәбу Сиям, Райян. Райян атты есіктен оразаны жақсы көрушілер кіреді. Күннің ыстық суығына, ұзақ қысқағына қарамай, парыз және нәпіл оразаларын тастамайтындар тек Райян қақпасынан шақырылады. 3. Бәбу Зәка, зекет қақпасы. Мал дүниесінің есебін шығарып, жыл сайын зекет берушілер мен өзіне керек болса да сараңдығын жеңіп, өзгелерге көп садақа беретіндер жәннатқа осы қақпа арқылы өтеді. 4. Бәбул Жихад, жихад есігі. Бұл есіктен Алла жолында жанымен, тәнімен, малымен күрескендер кіреді. Дінін, елін, мал жанын қорғап шейіт болғандар осы қақпа арқылы кіретіндер. 5. Бәбул Хадж, қажылық қақпасы. Бұл есіктің егелері қажылықты ықыласпен орындаушылар. Олар рия мақтанмен қажылық сауабын жойып алмайтындар. 6. Бәбул Айман, оң жақ қақпа. Бұл ерекше қақпа. Өйткені бұл арқылы ешқандай есеп алынбайтын, мүлде азапқа ұрынбайтын таңдаулы топ өтеді. Олардың саны 70 000 болады. Олар бір құдайшылықты жүрекке мықтап бекіткен, тек Аллаға ғана тәуекел ететін иманы берік мөміндер. 7. Бәбу Зикр, зікір есігі. Алланы үнемі есінен шығармай, жүрекпен ойлап, тілмен айтып жүретіндер осы есікпен кіруге лайықтылар. 8. Бәбул Кәзминәл ғайз уә әфина әниннәс. Ашуын жұтып, адамдарды кешіру қақпасы. Ашуын жүзеге асыруға шамасы жете тұрып, сабырлықпен оны жеңген, әрі ешкімге кек сақтамай, кешіре алатын кең көңілді жандарға міне осы қақпа дайындалған. Достым, Құран Академи парақшамызға жазылып қойыңыз. Сонда осындай құнды ақпараттарды жіберіп алмайсыз.